Кайырлы күн. Бүгін біз автокөлікті заңдастыру үшін тексерістен өткізетін боламыз. Яғни 23 қаңтардан бастап шетел автокөліктерін Қазақстанға аудару басталды. Автокөлікті аудару үшін тексерістен өткізуге болады. Яғни көлік ұрланған, ұрланбаған, оны тіркеуге бола ма, болмайды ма, сол жайлы біліп алуымыз керек. Ол үшін ИГОПқа кіреміз. Өзіңіздің эцп-ключтарыңызбен сервистер бөлімінде автокөлікті заңдастыру үшін тексеру бөліміне кіреміз. Онлайн сұрау батырмасын басамыз. Міне бізде өтініш берушінің телефон номері шығады. Егер телефон номері сізге тиесілі болмаса, оны жаңарту үшін жеке кабинетке өтіп, қызметке қайта тапсырыс беріңіз дейді. Бізде дұрыс. Келесі көлік құралын тексеру үшін халыққа қызмет көрсету орталығын таңдаңыз дейді. Өзіңізге жақын, өзіңіздің қалаңыздағы халыққа қызмет көрсету орталығын таңдайсыз. Тексеруден сәтті өткен жағдайда таңдалған халыққа қызмет көрсету орталығына келу қажет. Өтініп бергеннен кейін халыққа қызмет көрсету орталығын өзгерту мүмкін емес дейді. Келесі, алдыңғы иесі. Сіздерде қай тілде жазылған техпаспортта сол тілде жазатын боламыз. Аты, тегі, және де әкесінің аты. Толтырып болғаннан кейін келесіге өтеміз. Екінші қадамға бұл жерде көлік туралы мәліметтер толтыратын боламыз. Көліктің санаты. Бізде жеңіл автокөлік. Маркасы. Toyota. Camry. Шыққан жылы 2008. Түсін таңдаңыз дейді. Ақ. Отын түрі. Немен жүреді? Бензинмен. Отырғызу орындарының саны 4. Қозғалтқыштың көлемі 2400. Әкелінген елі. Қай елден әкелінді? Көлік құралының VIN коды. Бұл жазып тұрады. Техпаспорттарыңызда сонымен жазып шығасыздар. Келесі көлік құралының шанағының номері дейді. Болмаған жағдайда VIN көрсету керек. Осы VIN-ді апарып копировать етіп қоя салсаңыздар болады. Келесі көлік құралының шасси номері. Бұл барлық нелерде, машиналарда бола бермейді. Оны толтырмасаңыздар да болады. Главный мұны жұлдызшамен белгіленгендер толтырылу керек. Мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі. Государственный регистрационный номер. Келесі
сериясы және номері дейді. Техпаспорттың бірінші бетінде қызылмен жазылып тұрады, соны жазасыздар. Келесі берілген күні. Слай таңдайсыздар да тексеруден өткізесіздер. Сұраныс өңделуде. 15 минут күте тұрамыз. Мәртебені жаңарту батырмасын басасыздар. Ошибка шықты бізде. Себебі әкелінген күні сентябрьдің 1-нен кейін әкелінген деп тұр. Егер сіздерде қабылданған болса, одобрено деп келеді. Сосын сіздер өздеріңіздің жаңағы таңдаған халыққа қызмет көрсету орталығына барып, өздеріңіз тіркеуден өткізіп, аттарыңызға аудара аласыздар.